Bismillahirrahmanirrahim. Алла бетін аулақ қылсын, дүниеден өту деген оңай емес, жақындар үшін оңай емес, үлкен сын ғой. Егер ондай жағдай болып жатса, екі жақта түсіністікпен қараса деймін. Бізде қазақта өлімнің жолы үлкен деген түсінік бар. Біреу қайтыс болса, мынандай жағдайға қарамастан ұят болады. Баруымыз керек дейді ғой енді, келушілер. Қайтыс болған адамның жақындары келмет деп сынауы мүмкін. Осы кезде екі жақ бір-бірін түсіністікпен қараса. Екі жақта бір-біріне жақсылықты қаласа. Фатуамызда оны айттық. Егер жаназа болып жатса, барынша аз адамдармен өткізуге тырысыңыз, оларыңызды сұраймыз деп. Әлемде болған осы індеттің алдын алған мемлекеттер сол тежеуменен адамдарды көп бір жерге жинамаудың арқасында бұдан аман-есен алып шықты халқын. Өмірді Алла береді, өмірден Алла адамды алады. Біз Аллаға қайта ораламыз дейміз. Құрандағы аятты осылай біз халқымызды қайтамыз. Қолымыздан келгенше осы кезде түсіністікпен қарасақ бір-бірімізге, мына індеттің өтіп кеткенше барынша жалпыға бірдей берілген тәртіпке бойсынуға шақырамын. Джаназа, она является обязательным для каждого мусульманина, и поэтому мы его совершаем с той рекомендацией, чтобы пришел только самый узкий круг родственников умершего. В фетве это оговаривалось. Если говорить о поминальных обедах, то сейчас уже практически все общепиты, они закрыты. Лишний раз, конечно же, не собираться, так как это может, как мы все понимаем и знаем, стать причиной распространения вируса.